ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүние жинап, оның керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Ғылымның өлгені еске сақталмағандығы, қызықпайтын адамдарға үйретіліп зая кеткені. Екі жүзділіктің белгісі үшеу: өтірік айту, уәдеде тұрмау, аманатқа қиянат жасау. Жәрдем немесе қайыр садақа беруді ең әуелі өзіңнен баста. Артылғаның болса, отбасыңа жарылқа. Тағы да бірдеңең артыла қалса, ағайын туысқандарыңа бер. Олардан да артылып жатса, басқаларға бер. Шақырған жерге ғана бар. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланың хош көрмейтіні талақ, некелі әйелін тастау. Адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Дін бұзарлыққа берілген, дінді теріс пайдаланған адам сол ниетінен әбден қайтып арылмайынша Алла оның тәубесін қабыл қылмайды. Тағамды суытыңқырап ішіңіз, өте ыстық күйінде оның берекесі болмайды. Мінез құлқыңның сыпайы болуын қалаймысың? Қаласаң жетімдерге мейірімділік жаса, олардың бастарынан сипа, өзің ішетін тағамыңмен бөліс. Сонда ғана мінезің жұмсарып мейірбан боласың. Қой бағыңдар, өйткені береке сонда. Өсекшілік дегеніміз адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен бірінің сөзін екіншісіне жеткізуге құмарлық. Арам нәрселерден сақтанғын, адамдардың арасындағы инабаттысы боласың. Алланың берген ризығына разы бол, басқалардан гөрі дәулеттірек өмір сүресің. Көршіңе жақсылық жаса, ұйқың тыныш болады. Өзің сүйген нәрсені өзгелерге де лайықты деп біл, сау саламат жүресің. Көп күлме, көп күлсең, шын сөздің де қадірі кетеді. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып бер, ізгілік жаса. Кеуде керіп қыр көрсетуден сақтан. Алла тәкаппарларды жек көреді. Егер біреу сені ғайбаттаса, немесе жоқ айыпты тағып қорласа, сен сонда да оның бар айыпты бетіне басып кінәлама. Сонда күнәсі оған, сауабы саған болады. Ешкімді ғайбаттама. Алладан қорқыңдар және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірбан болыңдар. Оларға киім мен тамақты тең бөліңдер. Екі түрлі адамға Алла қиямет күнінде рахым етпейді. Туған туысқандарынан мүлде қол үзіп кеткендерге, жаман көршіге. Екі кісі бір кісіден жақсы, үш кісі екі кісіден жақсы, төрт кісі үш кісіден жақсы. Көпшілікпен бірге болғандарды Алла тура жолға бастайды. Орасан зор апатқа жолықтыратын 7 түрлі күнәдан сақтаныңыздар. Тәңірге шек келтіру, сиқырлықпен шұғылдану, біреуге нақақ өлтіру, өсімқорлық, жетімнің ақысын жеу, отанын қорғау жолындағы соғыстан қашу, күйеуі бар, діндар, адал әйелдерді бұзылған, жеңіл мінезді деп қорлау. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Алла алдындағы ең жақсы сөз – шын сөз. Алла алдындағы ең қолайлы соғыс – зұлым патшаға айтылған ақиқат. Алла алдындағы пенделердің ең жақсысы өз отанының басына пайдасы тиетіндер. Алла алдындағы үйлердің ең жақсысы жетімдерді құрмет тұтатын үйлер. Өзіңе ұнаған нәрселерді басқаға да лайықты деп біл.
Досыңды соншалықты құлай сүйме, күндердің күнінде дұшпаның болып шығуы мүмкін. Дұшпаныңмен де қатты жауласпа, күндердің күнінде досыңа айналуы мүмкін. Диқаншылықты кәсіп етіңдер, өйткені ол берекелі іс. Диқаншылықты қорғайтын сақшыларыңды көбейтіңдер. Киімдерің жарасымды болсын, ат көліктеріңді жарамды ұстаңдар, салақ, нашар адамдарға үлгі өнеге көрсетіңдер. Өзімнен кейінгі қалатын үмметім үшін үш нәрседен қорқамын: нәпсіге беріліп, тура жолдан таю, өзін өзі жақсы көрушілікке, сезім құмарлыққа беріліп кету, ғылымға, білімге ие бола тұрып, білімсіздің ісімен айналысу. Отан басына төнген бақытсыздықтан кейін де оның достарымен байланысты үзбе, жалғастыра бер. Олармен байланысыңды үзсең, Алла абыройыңды төгеді. Әмірдің сауға сұрауы арамдығы, қазының пара алуы діннен шығуы. Үмметтерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық, жалқаулық және өзінің әлсіздігіне сенімді болу. Кісінің аманатынан уақытында құтыл, еңбегіңе қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама. Мүмкін болғанша адамдарды қатал жазаламауға тырысыңдар, бірақ қатал жазаны мүлдем қолданбауға да болмайды. Жау жағынан әлдекім өз жағына сауға тілеп келсе, оны өлтіруге болмайды. Әлде біреулеріңе қазылық тие қалса, ашу үстінде үкім шығармаңдар. Арызданып келгендермен тең бірдей қарым қатынас жасаңдар. Күтушінің тамақты өз үйінен жасап әкелсе, оны өзіңмен бірге дастарханға отырғыз. Егер бірге отырмаса, алдымен астан бір-екі асатып жібер. Бір әулеттің сыйлы адамы болса, оны сендер де сыйлаңдар. Қажылыққа келген адамды құрметтеңдер. Кім кімді дос тұтса, соған пейілін білдіріп қойсын. Кімді Алла сүйсе, соған адамдардың ісін түсіріп қояды. Раббым қашанда бір патшаға жақсылық жасағысы келсе, оған адал уәзір береді. Ол ұмытқандарын дер кезіне есіне салады. Есіне алған кезде көмектеседі. Егер Раббым бір патшаға жамандық жасағысы келсе, оған жаман уәзір береді. Ол патшаның ұмытқанын дер кезіне есіне салмайды. Есіне алса да жәрдемдеспейді. Ұйқыдан тұрған адам қолын 3 рет жумайынша ыдысқа салмасын, өйткені ол қолымен қай жерлерін ұстағанын білмейді. Бір әйелге үйлену ниетің бола қалса, алдымен оны бір көру теріс емес. Иман 2 бөліктен тұрады. Бірінші жартысы сабыр, екінші жартысы шүкіршілік. Аллаға ең сүйіктілер мінезі көркем болғандар. Кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады. Әсма, Алла оған разы болсын, бірде әлдебір әйел пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп, «Уа Расулаллах, қызым ойламаған жерден қызылша ауруына шалдығып, шашы жидеп түсе бастады. Оның үстіне оны жақында ғана ұзатқан едім. Қызыма басқа біреудің шашын жалғауыма бола ма?» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Алла тағала шаш жалғаушыға да, жалғатқанға да лағнет айтқан» деді. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таң намазының 2 ракағаты дүниеден және оның ішіндегі барлық нәрседен де қайырлы деп айтты делінген. Тағы да бір риуаятта таң намазының 2 ракағаты мен үшін бүкіл дүниеден де сүйікті деген.
Шәддат ибн Аус, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нағыз ақылды, әрдайым өз-өзін есепке тарта отырып, ізгі амалдар жасап, өлімнен кейінгі өмірге қамданған адам. Ал нағыз бишара тойымсыз нәпсінің қалауына ерік беріп, соған қарамастан Аллахтың мейірімінен үміт еткен адамдар деп айтты, делінген. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мейлі ер яки әйел болсын, мүміннің жеке басы, бала шағасы, не болмаса дүние мүлкі әрдайым пәле-жалаға ұшырап тұрады. Бұл ауыртпашылықтар сабырлылық танытқан мүміннің күнәларын жуып шаяды да, соңында ол Аллахқа күнәсіз пәк күйде қауышады деп айтты, делінген. Арнама жазылып қолдау білдірсеңіз қуанып қаламын. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияға өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.